Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA каналы. Бүгінгі видеода біз FIFA Mobile 22-ге қалай тез арада монета жинауды, қалай тезірек монета жинауды үйрететін боламын. Достар, сіздер осы видеоға лайк басып, комментарийға ойларын жазып кетіңіздер, ана жазып кетіңіздер. Менің 5 подписки 57% көреді екен, подписки 45, сондай короче 43% көреді. 57-ні сәл азайтайық, 43 теңестірсек оқырмандар саны көбейеді. Достар, егер 100-ден асып 1000-ға жетсек стрим болып қалуы мүмкін видео каналда. Айтпақшы видео лайк басып кетіңіздер. Бірінші жолы бізде былайынша болады достар. Рынокқа кіреміз, рынок бесінші уровеньнен білесіздер. Қазір ойыншылардың бәрі қымбат, аяқ жағына қарай қымбат, арзандайды. Қазір бәріне қымбаттап жіберген. Орталарын арзандайды екен, кешіңіздер. Қазір осы жерден ойыншы керек емес, өзімізге ойыншылар сатамыз. Сөйтіп өзімізді быстрый продажа продать басамыз и подтвердить деген басатын боламыз. Сол кезде ойыншы сатылымда тұрады. Оны біз мой заявкеден көретін боламыз. Сол үшін қараңыздар, продажа. Покупка деп шығады, сатып алып жатқанымыз, екінші сатып жатқанымыз болып есептеледі. Мына жерде қазір Левандовский уже бесілген, 13 левым бар десе құтып алдым. Енді игроки деген бар. Соған кіреміз и осы жерден ойыншылар сатамыз тағы. Өзіңізге керек емес, ойыншылар сатып ақша жинай аласыздар. Оған әртүрлі ассоциациялармен сатылады, әрқайсысы өз бағасында. Сәл арзандатылу десе көбейтілуі мүмкін, білмеймін, бірақ ошаған арзандатылады. Өйткені қараңыздар, мынау 76.000 еді, 7600 еді, оны 7520-ға түсіріп тұр. Достар, неке қараңыздар, мына жерде әртүрлі сценада 86.000 тұрады, біреуі 5000 тұрады, біреуі 8000 тұрады, біреуі 7000 тұрады. Осылайша сіздер ақшаны тез арада тауып ала аласыздар, көбейте ала аласыздар да. Тағы да неке обменге кіретін болсақ, мына жерден 50.000 монетаны былайша істейсіздер. Қараңыздар, сіздер 5 ойыншыны 70+5 ойыншыны не қыла аласыздар, сөйтіп подтвердить басасыздар, быстрый добавление деген бассаңыздар, сіздерге 50.000 монета береді FIFA-дан. Осылайша сіздер ақшаларыңызды да көбейте аласыздар достар. 200.000-ді таңдайтын болсақ, бұл жерден енді 80 негілерді мына жерден сата аласыздар. Кейін бәңгілегінде тағы бір жол көрсетесіздер, сонымен 200.000 аласыздар достар. Кейін мына жерде өзім білмеймін, бірақ ойыншыны сатып ойыншыларды жібересіздер, сонымен сөйтіп в общем бір бәле қыласыздар ғой. Мен бұны қолданып көрген жоқпын әлі, бірақ не істеймін айта алмаймын. Қолданыңыздар деп білмеймін, бірақ монета 500.000 керек болып тұр дейді. Маған, в общем, легендарныйлар түсіріп аласыздар. Мына жерде быстрый добавление деген 50.000-ға шығарады, 200.000. В общем, сонымен өзіңізге 250.000 пайда көріп тұрған адамның өзі. Кейін мына жақтан мінекей қараңыздар, JBL Royals'қа кіретін болсақ, Division Royals'қа кіретін болсақ, бұл жерден сіздерге мен әлі бұған кірген жоқпын, өкінішке орай. Енді қазіргі таңда мен енді кіріп тұрмын, ойын енді басталғандықтан, уже обновление болғаны 1-2 күн болды. Мен одан бері әлі кірген жоқпын бұған. Қазір ботқа қарсы ойнайтын боламыз. Бот дегенде Челсиға қарсы енді. Мінеке қараңыздар. Менің составым осы. Челсидің қазіргі составы Лукаку, Вернер менде ғой. Білмеймін үшін Вернер алыстан соққы, бұл отличный дегендер бәрі әрқайсысын енді көрсетіп отырмын. Пулишич Мендидің басына кіріп кетейін деді аяғы. Білмеймін, 71 бәледегі ойыншы. Контракт Лукаку қарсы бізге, енді оған Александр Арнольд қарсы шығуда. Лукаку аутқа шығар жерді допты, өкінішке орай. Кейін бұл жерде Вернер голды пайдаланып кетті, отличный момент қайттан. Екен осы Вернер
Вернер колдукту тагы бирөөнүн баарын енді үйрөтүп атыр. Мен али кирген жокмун достор айткандай. Мына жерде караңыздар, Белерай коюшун бир белем. Ошо осундай заттар. Биздин оюнчулар буга каршы шабуулга чыкты. Пулишич буну гол сокту. Тагы да ким? Мынаяктан Вернер чыкты. Вернер отличный момент. В общем, осындай видео. Достар, келесі видеоға не Қазақстандық футболисттерді шығарайын ба қайтесіз? Оның бәрін ойларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер. Қазіргі менде идея жоқ. Осыны шығарып тұрмын, енді видео шығып тұрсын деп. Сол себептен лайк басып кетіңіздер. Комментке ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қандай видео шығарайын, келесі видеолар қандай болсын. Сол туралы ойларыңызды жазып кетіңіздер. Достар, комментқа айту сол ойларыңызды жазып, арнаға жазылып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнамызды тезірек 100 подписчикке, 50 подписчикке жеткіздік, одан қалса 100-ге жеткіздіріп, одан кейін 200, 300, 400, 500 мың сөйтіп қазақ ютубын жандандырайық. Мына жерден мысал үшін FIFA-дан бірінші монета 10 мың табасыздар, одан кейін ары қарай көтеріле береді. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 короче көтеріліп кетеді. Миллион бір бәлеге дейін барады. Кейін мына жерден мысал үшін магазинге кіріп, сейчас и потом білесіздер, алдыңғы жолғы FIFA 21-дегі мына жерден соған бесеу бар, оған 15 мың монета береді сізге. Бесеуін айналдыратын болсаңыз, менде 190 бар. Қазір сіздердің көздеріңізше біз FIFA Mobile 22-дегі алғашқы пактардың бірін ашатын боламыз, достар. Менде 190 бар, оның 170-ін осыған құртып жатырмын. Ал ендеше ашылуда пак. Енді сіздер пак жақсы көретіндер лайктарыңыз әбден басып кетіңіздер. Бұл біздің арнада алғашқы пактардың бірі ашылды. Не болғанын көретін боламыз. Ендеше қазір міне сценаларын, әрқайсының сценаларын жазып беріп отыр. 161 мыңға дейін барады екен. Осы ойыншылар сатып сіздерді ойыншы ақша аласыздар. Сондықтан достар, нені лайктарыңыз басып кетіңіздер. Мінекей рынокқа кіретін болсақ, тағы да сол ойыншылар сата аласыздар. Мына жерде ойыншылар қымбат қазіргі таңда. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, арнаға жазып алып, қолдау күтемін достар. Мынау менің составым, сәл өзгертсек. В общем, 5 миллион бір бәле тұрады. Оны сатып аласың ба, сата алмайсың ба, білмеймін. 5 миллион 110 мың тұрады екен. Сатып берсек көреміз енді, аллах таңдауын да. Сіздер арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер, комментарийға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал ендеше келесі видеода кездескенше.